күллі амали ибн адам баласының күллі амалына сауап жазылған кезде ең азы дегенде оның бір амалына 10 есе сауап жазылады екен. Егер ол тағы да әдемілеп атқарған болса, иля сабағы мияти дирахин, бір амалы үшін 700 есе жазады екен. Яғни біреу бір намаз атқарған болса, 10 намаздың сауабы жазылады екен. Кімге қаласа 700 намаз атқарды деп жазады екен, бір-ақ намазына. Ал оразаға бұлай істемейді екен. Оразаға Аллах тағаланың сауабы шексіз кетеді екен. Есебі жоқ, шексіз сауап жазылады да. Аллах тағала өзі айтады: оразаның сыйақысын мен өзім беремін, өйткені ол ядау тағамаху ва шарабаху ва шахватаху мин ажли. Өйткені ол осы күні өзіне адал бола тұра, тамағын да, суын да, және де құмарлығын да мен үшін тастады ғой дейді. Мен үшін істеткен жоқ дейді мүлде. Таңертеңнен кешке дейін менің білімімді қадірлеп, бағалап, абайлап, қастерлеп жүрді.